Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін сіздерге кивидің пайдасы мен емдік қасиет туралы айтып беретін боламын. Сондықтан видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Киви бұл дәмді ғана емес, сонымен қатар біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы жеміс. Киви атауы киви деп аталатын құстың атауынан шыққан. Витаминдердің нағыз қазынасы. Орташа мөлшердегі 2 дана кивидің көмегімен сіз 230 күн ішінде қажет С дәруменінің 1%-ін толтыра аласыз. Бұл апельсиндерден 2 есе көп. А, С дәрумені иммундық жүйені ынталандырады және стресс пен жас процестерін күрестіруге көмектеседі. Сонымен қатар, С дәрумені темірдің сіңуін жақсартады және жараның жазылуын тездетеді. Киви сонымен қатар холестеринді төмендетін және адамның иммундық жүйесін нығайтатын потенциалды антиоксидант Е дәруменінің ерекше майсыз түрін қамтиды. Серотонинге бай. Киви құрамында серотонин көп жас, ас қорыту және қан айналым жүйелері үшін өте пайдалы жеміс. Серотонин есте сақтау мен көңіл күйді жақсартады, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады, ауыртпалықсыз және тез оянуға ықпал етеді. Құрамында магний мен калий бар. Кивиде шамамен 30 мг магний бар. Ол жүйке мен бұлшықетті жұмысы үшін маңызды қоректік зат болып табылады. Киви сонымен қатар калийге бай. Оның құрамында калий бананға қарағанда 2 есе көп. Кивиді үнемі тұтыну қан қысымын реттейді, инсульт пен бүйрек тастарының пайда болу қаупін азайтады. Остеопороз және жүрек тамырлары ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғы асқа бір киви жеу қанды тегістейтін аспиринмен бірдей әсер етеді. Сонымен қатар, киви қабылдаудың жанама әсерлері жоқ және денсаулыққа пайдалы. Жағымсыз иіске қарсы тиімді. Зерттеулер көрсеткендей, киви құрамында тыныс алу жолдарының ауырсынуын жеңілдетуге және тұншығуды, жөтелді және ентігуді жеңілдетуге көмектесетін С дәрумені бар. Көруді жақсарту. Киви құрамында лютеин бар. Ол фитохимиялық зат. Ол қартайған сайын көру қабілетінің жоғалуын жол бермейді. Лютеин сонымен қатар көзімізді бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Лютеинді денеде синтездеу мүмкін емес. Сондықтан оны тек тамақпен бірге қабылдауға болады. Кивиде сонымен қатар зеаксантин бар және бұл заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне теріс әсер етеді. Көптеген адамдар білетін киви фактілері. Киви құрамындағы флавоноидтар және каротиноидтардың антоксиндік әсер бар екендігі дәлелденді. Олар ДНК-ны тотығудан қорғайды және рак клеткаларының пайда болуына жол бермейді. Киви денсаулыққа және сымбатты фигураға үлкен мән беретіндерге ұнайды. Оның калориясы аз және майы жоқ. Дегенмен, киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет талшыққа бай болып келеді. Сонымен қатар, киви жүкті әйелдер үшін таптырмас жеміс болып табылады. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын жасау үшін қажет фолий қышқылының көп мөлшері бар. Киви құрамындағы аргинин импотенцияны емдеу және алдын алу үшін қолданылады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивидің кәуіпті маринаттауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, ода маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздегі терісі балғын күйге енеді. Кивидің басқа да артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12 және С, К витаминдерінің мырыш, иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Нәзік жануарлар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті.
ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жақсартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттарды кетіреді. Демікпе науқастарына көмектеседі. С дәрумені мен антисептиктар тұрғысынан өте бай. Киви демікпе науқастарына болатын тыныс алу қиыншылықтарына, симптомдарының азаюына көмектеседі. Кивидің демікпеге қарсы жағымды әсерін балаларда байқауға болады. Асқазанға пайдасы өте зор. Рефлюкс, жара және гастрит қалыптасуына кедергі болады. Киви әсіресе сілтілік негізге болғандықтан асқазанның саулығын сақтау үшін де пайдаланылады. Аффективті бұзылыстарда қолданылады. Кивидің құрамында бақыттың гормоны серотонин болады. Сондықтан киви бақыт гормонының қалыптасуына себеп болып, күйзелістерге қарсы қорғайды. Иммунитетті көтереді. С дәруменінің ең маңызды әсерлерінің бірі иммунитетті көтеру және қанды тазалау қасиеттері бар. Ең бастысы ас қорытуға көмектеседі. Кивидің ас қорытуға пайдасы еритін және еримейтін талшықтарынан келеді. Еритін талшықтар ішектердің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажетті пайдалы бактериялардың шығуына көмектеседі. Еримейтін талшықтары болса суды ұстайды және ас қорыту барысында кеңейіп дефекцияны жеңілдетеді. Ас қорытуды тездетеді және ішек қозғалыстарының тәртіпке келуін қамдайды. Мол талшықты осы жемісті жүйелі түрде тұтыну іш қатудың алдын алады. Жүрекке пайдасы да бар. Жүрек денсаулығында антиоксиданттар, калий және талшықтар маңызды рөл ойнайды. Калий мен тамырларының босаңсуына және қан қысымының теңгерімге келуіне көмектеседі. Калориясы төмен киви жақсы қасиеттерге, холестеринді арттырады. Қан сұйылтқыш қасиеті мен жүрек тамыр саулығы үшін өте маңызды. Қатерлі ісік ауруына қарсы қорғайды. Талшықты құрылымы себебімен киви ішек ісігінен қорғануға үлес қосады. Салмақ тастауға көмектеседі. Теріге пайдалы, шашқа да пайдалы, көзге пайдалы. Кивидің құрамындағы элементтер көз аурулардың алдын алуға және қабілеттің жасатуына көмектеседі. Жүктілік кезінде өте маңызды. Құрамында фолий қышқылы жүкті әйелдерге өте пайдалы. Және де ең соңғы пайда айтып кететін болсақ, сүйектің денсаулығы үшін өте пайдалы. Киви құрамындағы К дәрумені сүйек үшін пайдалы. К дәрумені қоса кальций және фосфор сүйектерді нығайта түседі. Жас ұлғайған сайын остеоклаздан сақтану үшін киви жеу керек. Және де достар, айтылған ақпараттарды дәрігерлермен кеңесулеріңізді сұраймыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылып кетіңіздер.